Ақтауда Маңғыстау инвестициялары күндері атты форум өтпек. Алдағы күзгі жоспарланған шараға 42 елден 200-ден астам инвестор қатысады деп күтілуде. Бұлар өңіріміздің экономикасына үлес қосар алып корпорациялардың өкілдері. Ол туралы облыстық кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының директоры Ақтан Смайыл мәлімдеді. Сондай-ақ облыста түйе шаруашылығы мен жылыжай салу бойынша кәсіпкерлерді оқыту басталғанын атап өтті. Келесі бейнематериалда толығырақ. Ерлан Төребаев кәсіпкерлікке жаңадан қадам басты. Түйе шаруашылығымен айналысуға ынталы. Оның ішінде шұбат өндірісі мен жүн өңдеу. Оның басты мақсаты. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына келу себебі де осы. Маңғыстау облысы очень развитый животноводство. Маңғыстау облысында мал шаруашылығы жақсы дамыған, әсіресе түйе шаруашылығы етек жайған. Мен нақ осы кәсіптермен, яғни жүн өңдеу, шұбат ашытумен айналысқым келеді. Жыл басынан бері орталыққа Ерлан сияқты 2000-нан астам азамат келген. Солардың ішінен 200-і жобасын іске асырды. Өткен аптадан бастап осындай орталықтар аудандарда қызметке кірісті. Онда ауыл тұрғындары бизнес тренингтен өтіп жатыр. Биылдыққа 3 бағытты таңдадық. Ол теплица. Бізде Маңғыстау облысында күн сәулелері өте көп, және газ өте арзан. Сол себепті себестоимостьін төмендете аламыз. Екінші бағыты ол верблюдоводство. Бүкіл елдің 40% түйелері біздің Маңғыстау облысында орналасқан. Соған байланысты осы бағыт өте приоритет қылып көріп отырмыз. Направление верблюдоводствоның бірінші сүт өндіру, екінші бағыты оның шұбатын өндіру, екінші бағыты терін өңдеу, үшінші бағыты шыққан етті өңдеу. Орталық инвестиция тарту мақсатында кез келген жобаны қабылдайды. Инвесторлармен қоян қолтық жұмыс істейтін арнайы бөлім де бар. 2016 жылдың басында түрік кәсіпкерлерімен 3 жақты меморандумға қол қойылған. Маңғыстаудың инвестиция күндері форумы да осы игі шараны іске асыру мақсатында Ақтау қаласында өткізілмек. Онда белгілі бір жобалар көрмеге шығарылады. Ол жобаларға қойылатын талап та белгілі. Тиімді және әлеуметтік экономикалық жағынан тартымды болуы шарт. Жобаны іске асыру кезінде облыста жаңа жұмыс орындары ашылуы керек. Айсара Айтман, Бейбіт Нұрсейіт, жаңалықтар.